Амансыз ба, әже? Амансыңдар ма, құлдарым? Саламатсыңдар ма? Назармен біз асық ойнауға келдік. Балалар, асық ойнаған азар деген сөз бар қазақта. Олай болса, бірінші азып тозбай келіп ағарған сүтімізден ауыз тиіп ішіп алыңдар. Төрлетіңдер. Ала қой, Алина. Ала қойдар. Іше қойыңдар. Ішіп алыңдар. Мен сендерге, балалар, асықтан бөлек қазақтың тұмақ ұру деген ұлттық ойынын ойнатайын. Ойнаймыз ба? Тұмақты іліп қоямыз да, 2 қадам артқа жүріп, өзіміз сол тұмақты көзімізді байлап қойып, тұмақты қамшымызбен ұрып құлатуымыз керек. Кім ұрып құлатады, сол жеңіске жетеді. Ал құлатамаған бала өз өнерін көрсетіп, айыбын өтейді. Балалар, олай болса, ойынымызды бастайық. 2 қадам артта тұрмыз, я? Кәдімгі асылғанды айналдырамыз. 1, 2, 3, ойын басталды. Ой, жарайсың. Сен тұмақты ұрып құлаттың. Келесі ойыншымыз Назар келе ғой. Ал Назардың ептілігін байқайық. 1, 2, 3, ойын басталды. Ой, жарайсың. Олай болса, ендігі кезек Алинардың кезегі, балалар. 1, 2, 3, ойын басталды. Ой, жарайсың, Алина. Ой, жарайсың. Әжесі көрдіңіз бе? Балаларымыз қандай бізді? Епті екен. Иә, епті екен. Біз енді Асанәлінің ептілігін байқайық. Ой, Асанәлі сондай біздің епті жігіт болатын. 1, 2, 3, ойын басталды. Ой, балалар, Асанәлі біздің не істеді? Тұмағымызды құлата алмады. Айыбын жуу керек, айыбыңды жу. Достарыммен қара жорға билеп берейін. Достарымен билеп бересіңдер ме? Иә. Олай болса, кәдімгі өнерлеріңді көрсетіп жіберіңдер. Балалар, біз сендермен қандай ұлттық ойын ойнадық? Тұмақ ұру. Дұрыс айтасың. Тұмақ ұру ойынын ойнадық. Болашақта осы біздің ұлттық ойындарымызды көптеп ойнап жүріңдер дегім келеді.